Сәлем достар, сіздермен бірге Бағымжан. Бүгін тауық етінен котлет жасайтын боламыз. Гарнирге қарақұмық жармасын дайындайтын боламыз. Яғни гречка. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен тауықтың төс етін алып, жақсылап жуып алатын боламыз. Жақсылап жуып алғаннан кейін оны 4 бұрышты етіп, яғни кубиктап турап шығатын боламыз. Турап болғаннан кейін арнайы ыдысымызға салып аламыз. Одан кейін бір пиязды қосамыз котлетке. Пиязды да дәл солай 4 бұрышты етіп кубиктап турайтын боласыздар. Келесі кезекте укропты турап алатын боламыз. Және де 3-4 тіше сарымсақ қосатын боламыз, яғни чеснок. Одан кейін үстіне пиязымызды, укропымызды саламыз. Және де 1 жұмыртқа қосамыз, 2 ас қасық ұн қосатын боламыз. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш, паприканы қосып шығатын боламыз. Тауыққа арналған приправа болса, оны да қоссаңыздар болады. Және де котлетімізге қаймақ қосамыз. Мен бұл жерде майонез қостым. Егер сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша майонез, немесе қаймақ, немесе грек йогуртын қоссаңыздар болады. Барлығын қосып алғаннан кейін жақсылап араластырып шығатын боламыз. Бізде котлетіміз дайын, кішкене маринадталып тұра тұрсын. Енді ары қарай осылай 2 кесемен гречка алатын боламыз, яғни қарақұмық жармасы, оны жақсылап жуып алатын боламыз. Жақсылап жуып болғаннан соң қазанымызға салып, үстіне суымызды құйып, пісіріп алатын боламыз. Қалауларыңызша тұз қосасыздар, кішкене май қосасыздар, бір-біріне жабыспай, шашырап пісу үшін. Алдын ала құйып қыздырып алатын боламыз. Майымыз қызғаннан кейін осылай котлеттерімізді салып пісіріп алатын боламыз. Бұл жерде сіздер егер кішілеу етіп жасайтын болсаңыздар, ас қасықпен салсаңыздар да болады. Беті қызарып піскеннен кейін келесі бетіне ауыстырып шығатын боламыз. Келесі беті жақсылап қызарып піскеннен соң біз котлетімізді алып, келесі котлеттерімізді салып, тура осылай пісіріп шығатын боламыз. Ерте кететін жағдай, сіздер егер котлетті толық пісіріп, толық қуырмасаңыздар, кішкене қызартып қана алсаңыздар, сіздер оны толық пісіру үшін жаңағы пиязбен сәбізді қосып, біз подливін дайындайтын боламыз. Подливін дайындап, үстіне подливіне су қосып, астын жай басып қоятын боламыз. Подливін кішкене 15-20 минутқа. Сол кезде сіздер подливінің бетіне осы қуырған барлық котлеттеріңізді қосып, бірге астын жай етіп, кішкене 10-15 минутқа қалдырсаңыздар болады. Сол кезде котлеттер тағы да суды сіңіріп, өте жақсы толық болып пісетін болады. Егер котлеттің піскеніне сенімсіз болсаңыздар, ал котлеттеріңізді толық пісіріп алған болсаңыздар, салып керек емес, мен 2 түрлі жолмен де жасай беремін. Котлетіміз піскенше арасында подливаның пиязы мен сәбізін турап қоятын боламыз. Пиязды турап аламыз, сәбізді күштен өткізіп шығамыз. Және де котлетті қуырып болғаннан кейін біз майымызды азайтамыз. Өте аз майға пияз бен сәбізімізді қуырып алатын боламыз. Қараңыздар, бізде қарақұмық, яғни гречкамыз пісті. Гречкамыз дайын, котлеттеріміз пісіп жатыр. Енді подливасын жасайтын боламыз. Бұл жерде сіздер қарақұмыққа кішкене май қоссаңыздар болады. Бетіне майы сіңіп, еріп, жақсы болып тұрады. Қызып тұрған майымызға пиязымызды саламыз, және де жақсылап қуырып алатын боламыз. Жақсы қуырылғаннан соң үстіне сәбізімізді саламыз, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Сонымен қатар томат қосып қуырсаңыздар болады. Мен бұл жерде томат емес, өзім қысқа сақтап қатырып қойған помидорды, және де аскөк, петрушка, көк пиязды турап сақтап қойған болатынмын. Осы екеуін қосып қуырып жатырмын. Сіздерге қысқа қалай сақтау қажет, помидор, аскөк, түрлі шөптерді, оны сіздер менің YouTube каналымнан көре аласыздар. Менің YouTube каналыма өтсеңіздер, сол жерде осы қысқа қалай сақтау қажет видеом сақталған. Ал қараңыздар, өте керемет біздің
тауық етінен котлеттерimiz дайын болды. Енді тағамның дәмін кіргізу үшін біз тартар соусын жасап жіберейік. Тартар соусы да менің YouTube каналымда бар. Оны сол жерден көре аласыздар. Барлығын қосып, осылай блендердің көмегімен майдалап езіп алатын боламыз. Ал бізде тағамға керекті барлық нәрсе дайын болды. Енді тағамымызды тұтына берсек болады. Гарнирге сіздер қарақұмық егер ұнамаса, басқа гарнир жасасаңыздар болады. Ол жерде картошкадан пюре жасасаңыздар да болады, рис немесе макарон, ол өздеріңіздің ұнататын гарнирлеріңізге байланысты. Ал қыздар, үйлеріңізде міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің Instagram, TikTok каналдарыма тіркеліп кетіңіздер және мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Тағаммен осылай тартар соусын қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Тек қана бұл тағамға емес, кез келген тағамға қолдана бересіздер. Тамақтың дәмін келтіреді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.